Biz bugün mına Shure QLX D4 деген микрофонның, радио микрофон. Соның бірінші біз скан жасаймыз, яғни соның осы өңірдегі ең өзіне лайықты частотасын, яғни волнасын өзі автомат түрде талдайды сол арқылы. Яғни бос тұрған частотаны талдайды. Бірінші біз соны талдатамыз. Қане, міне менюді басамыз. Менюді бассақ, скан шығады. Міне бұл автомат түрде әзір өзі іздейді әзір. Міне. Сосын міне менюді басқасын Enter. Міне. Яғни бұл қазіргі кезде ең бұл жердегі бұған лайықты болып тұрған өзі автомат түрде іздеп тапқан частота қанша? 643-950 Гц. Ол 14-ші каналды іздеп өзін тауып тұр. Біз енді осыған қарай мына микрофонды 14-ші каналға қоямыз. 14-ші каналға қойсақ, екеуі бірін танитын болады. Міне, микрофон ашық тұр. Міне, ал енді мынадан бірінші, бұнда меню деп тұр, Enter деп тұр. Менюға жібереміз. Менюға қарай бассақ 26 деп тұр. 26-ны төмен қарай бассақ 25, 24 өстіп кете береді де, біз 14-ші каналға барғанда Enter'ге жібереміз қайтадан. Міне. Бір-біріне көріңіз, міне, бір-біріне қосылды. Болды. Енді осылай. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер. Мінеки қосылып тұр, микрофон сайрап тұр. Осы микрофонды қосудың, қайта настройка жасаудың әдісі осы болды. Осындай қарапайым ғана.